Hörmətli həmkarlar, indi isə Türk Şurasının təsis etdiyi Türk dünyasının Ali orderini Nursultan Abişeviç Nazarbayeva təqdim etmək istərdi. İndi isə söz verilir Türk Şurasının fəxri sədri Cənab Nursultan Abişeviç Nazarbayeva. Buyurun. Құрметті мемлекет және үкімет басшылары, қымбатты достар. Түрік тілдес мемлекеттер ынтымақтық кеңесінің 7-ші кездесуіне сіздермен жүздесіп отырғаныма қуаныштымын. Әзербайжан жерінде қонақжайлықпен қарсы алып, бүгінгі шараны тамаша жаңарған Баку қаласында ұйымдастырып отырған президент Ильхам Гейдарұлы Алиевке шынайы ризашылығымды білдіремін. Президент Шавкат Миромонович Мирзоевті және бүкіл бауырлас өзбек халқын Түркі кеңесіне толыққанды мүше болуымен құттықтаймын. Бұл бүкіл түрік тілдес қауым үшін тарихи әрі көптеген күткен оқиға. Бақылаушы ел ретінде саммитке алғаш рет қатысып отырған досымыз Мажарстан премьер-министрі Виктор Орбанды құттықтаймын, қош келдіңіздер дейміз. Будапештте түрік кеңесінің өкілдігін ашу Мажарстан үкіметінің маңызды қадамы. Бұл өкілдік Европа бағытындағы қызметіміздің өрісін кеңейте түсетін болады. Президент Сооронбай Жээнбеков бастаған Қырғыз елінің кеңестегі төрағалығы қорытындыларын жоғары бағалаймын. Маған Түркі кеңесінің құрметті төрағасы мәртебесін беруді ұсынған бауырым президент Реджеп Тайып Ердоғанға алғысымды білдіремін. Осы бастаманы қолдағандарыңыз үшін баршаңызға ризамын. Жаңадан тағайындалған Түрік кеңесінің ең жоғарғы наградасын маған тапсырып отырғандарыңыз үшін басымды иіп ризашылығымды білдіремін. Түрік мемлекеттерінің арасындағы ынтымақтық пен достықты алғырай нығайту үшін қолдан келгенімнің барлығын жасаймын. Бұл жоғары мәртебе маған өзімнің бастамымен құрылған ортақ ұйымымыздың жұмысына белсене қатысуымды жалғастыруы мүмкін. Өздеріңіз білесіздер, мен бұл ұйымға қазір президенттік өкілеттігімді келер буынға тапсырып, бірінші тұңғыш президент және елбасы ретінде келіп отырмын. Мен 30 жылға таяу басқарған қазақ мемлекеті дүние жүзінің қартасында бірінші рет орын алды. Осы жылдардың ішінде біздің экономикамыз 20 рет өсіп, елдің әл-ауқаты 19 рет жоғарып, біз өркендеп өскен елдердің қатарына қосылып келе жатырмыз. Соның барлығы елдің істеген еңбегі, мен басқарған кездегі жетіскен табысымыз ұлан ғайыр. Құрметті саммитке қатынасушылар, бүгін түрік тілдес мемлекеттер басшыларының толық форматтағы алғашқы кездесуін еске түсіргім келіп отыр. Ол 1992 жылы қазан айының соңында Анкарада өткен еді. Анкарадағы кездесуге президенттер Тұрғыт Озал, Елшібей, Каримов, Ниязов, Акаев қатысты. Екінші Алиев, саммитке 6 жылдан Жээнбеков, Ердоған, Мирзоев, Мезал, Орбан өткен жылғы Шолпан атадағы кездесуден бастап қатысып келеді. Бұл оқиға Орталық Азияның жаңа тәуелсіз мемлекеттері тарихының алғашқы кезеңі. Сол кезде ортақ тарих, тіл, мәдениет, салт дәстүрге негізделген барлық бауырлас халықтар арасында дәнекер болатын байланыстардың бар екенін айқын түсіндім. Сондықтан тамырлас елдердің бәрі Анкара мәлімдемесіне қол қойды. Сол арқылы біз түркі әлемінің байтақ кеңістігінде өзара ынтымақтастықты дамытуға деген ерік жігер мен батылдық көрсеттік.
Түркітілдес мемлекеттер басшылары Әзербайжанда, Түркияда, Қырғызстанда, Өзбекстан мен Қазақстанда әртүрлі құрамда 10-ға жуық кездесу өткізді. Елдеріміздің ішкі күн тәртібінің әр алуандығы менен сыртқы саяси жағдай сол кездесулердің әрқилы нәтижесіне әсер етті. Алайда осыдан 10 жыл бұрын Нахчыванда біз түркітілдес мемлекеттер ынтымақтастық кеңесін құру туралы негізгі құжатты бекіттік. Осылайша өзара байланыс эволюциясының барынша ойластырылған және прагматикалық жаңа кезеңі басталды. Дәл осы қадам қазіргі мерейтойлық межемізге жақсы жетістіктермен жетуімізге мүмкіндік береді. Біріншіден, біз жаһандық тұрғыда да өз ішімізде де ұйымға сұраныс бар екендігін әрі оның өзектілігін дәлелдей алдық. Екіншіден, кеңестің қатары Өзбекстан мен Мажарстан есебінен толықты. Бұл біздің бірлескен жылнамамыздың жаңа парағы. Үшіншіден, елдеріміз салмақты институционалдық архитектура қалыптастырды. Оған Түрік парламент ассамблеясы, Түрксой, Түркі академиясы, Түркі мәдениеті және мұрасының қоры, ақсақалдар алқасы, сондай-ақ Түркі сауда өнеркәсіп палатасы кіреді. Төртіншіден, кеңестің өңірлік және халықаралық деңгейдегі саяси экономикалық беделі өсіп келеді. Бесіншіден, түркі әлемі интеграциясының тұжырымдамасы қабылданды. Осы құжатқа сәйкес түркітілдес елдердің көп қырлы ықпалдастығы келешекте бұдан да жоғары деңгейге көтерілетін болады. Қымбатты достар, түркі өркениетінің тамыры тереңде жатыр. Біз тарихқа көз салсақ, планетаның ең алып құрлығында әрдайым елеулі рөл атқарған халықтардың ұрпағымыз. Түркі әлемінің қазіргі кезеңде де маңызды орнын сезіну үшін дүниежүзінің географиялық картасына көз жіберу жеткілікті. Өткен ширек ғасырда астам уақытта 92-19 жылдарды түрік тілдес мемлекеттер басшыларының түрлі құрамында 17 кездесудің бәріне мен қатынасқанымды ерекше атап өткім келеді. Мен мынандай бір жағдайды ескердім. Мысалы, түрік деген сөз әрбір әрпі әрқашан айрықша маңызға ие. Бірінші әрпі T, trust, яғни сенім деген сөз. U, unity, яғни бірлік деген сөз. R, ренессанс, қайта өркендеу деген сөз. Соңғы әлпі K, kinship, яғни туысқандық, бауырлық деген сөз екен. Осы тұрғыдан менің қауымдастық ішіндегі жұмысымның басты мақсаты елдерімізді жақындастыру болды. Сондықтан бірлескен күш жігердің арқасында осы мақсатқа қол жеткізгенімізге өте қуаныштымын. 160 миллионға жуық азаматтар бар біздің бауырлас отандастарымыз, отбасымыздың аясы кеңейіп, қатынасымыз дамып келеді. Сонымен қатар, бүгінде әлемде алпауыт державалар арасындағы теке тіреспен сенім дағдарысы салдарынан күрделі геосаяси ахуал қалыптасып отырғанына бәрімізге аян. Кейде біздің кеңесімізге мүше елдер арасында да шешуді қажет ететін мәселелер туындап жатады. Әрине, мұндай жағдайда біз қол қусырып қарап отырмадық, бірлесіп шешіп мәселелердің түйінін таптық, солай істеуіміз керек болды. Осындай сын тегеуріндерге жауап ретінде түркі әлемі интеграциясының тұжырымдамасын қабылдау жөнінде қадамды шолпан-атада мен ұсынған түркі ынтымақтастық ұйымдарының реформасын атап айтуға болады. Баршамызға жаңа кезеңде қадам басып, түркі болашағының жаңа көкжиегін қалыптастыруға кірісетін уақыт келді деп ойлаймын. Осыған орай екі ұсынысым бар. Біріншіден, түркі келешегінің 2040 жылға дейінгі бағдарламасын әзірлеу. Бұл құжатқа түркітілдес қоғамдастықтың ұзақ мерзімді мақсаттары менен оған қол жеткізу жолдары енгізілуі тиіс. Осылайша біз өз халықтарымызға аталған кезеңдегі түркі интеграциясының түпкі бейнесінің көрінісін ұсынамыз. Осы арқылы сыртқы саясат және жұмсақ күш саясаты, сауда мен транзит, туризм мен инвестиция, энергетика мен жасыл экономика, шағын және орта бизнес сияқты елдеріміздің басымдық беретін салаларындағы өзара ықпалдастығына тең серпін береміз. Бағдарламаға мәдениет пен білім беруді, жастар саяты мен денсаулық сақтауды, цифрландыру мен жасанды интеллекті де қосу қажет. Сондай-ақ қазіргі кезде Қазақстан ғаламат құрылыс жұмысын жүргізіп жатқан түркінің бесігі саналатын Түркістан қаласын
дамытуды да бірлесіп енгізуіміз қажет. Тиісті талдау жүргізгеннен кейін бұл құжатқа осы жаңа алдыңғы саммиттерде ұсынылатын бастамаларды іске асыру жөнінде жол карталары да енгізілуі керек деп санаймын. Мемлекетімізді дамытудың ұлттық бағдарламаларымен бұл құжаттың үлесімін табу да өте маңызды. Сонымен бірге біз бірлестіктің ашықтығын қамтамасыз етіп, қандай да бір блоктық санада аулақ болғанымыз жөн. Екіншіден, келешекте кеңістік атауын өзгерту мәселесін қарастырған жөн. Біздің тіліміздің, сондай-ақ тарихымыздың, мәдениетіміздің, дүниетанымымыздың, салт дәстүріміздің тамырлары бір. Осының негізінде ойланып, бүгінгі түркі интеграцияның табысты болуы тек біз үшін ғана емес, сонымен бірге бүкіл Еуразия кеңістігіндегі қауіпсіздік пен тұрақтылықты нығайту үшін де стратегиялық маңыздылық ие. 21 ғасыр оның мүмкіндіктерді беріп тұр, және біз оны толықтай пайдалануымыз қажет. Бұл ретте түрік тілдес мемлекеттер ынтымақтастығы кеңесінің ұйым деңгейіне дейін көтерілуге болады деп санаймын. Осылайша ұйым болатын болса, біздің құрылымды түрік тілдес емес, түрік тектес мемлекеттер ұйымы деп атауға болады. Біздің тілдеріміздің тамыры бір екені бәрімізге аян, бірақ та өткен ғасырларда әр еліміз әртүрлі өзінің тарихына, мәдениетіне қарай өзгертті. Түрік тектес десек, тегіміз түрік деген сөз болып шығады ғой деп ойлаймын. Немесе түрік мемлекеттері деп атауға да болады. Құрметті кездесуге қатынасушылар, Түркі интеграциясын нығайту және ілгерілету бағытындағы менің еңбегімде баршаңыздың жоғарғы бағалағандарыңыз үшін үлкен абырой, мен үшін зор мәртебе. Біз бұдан былай да бірлесе отырып, жаңа биіктерді бағындыра береміз деп үміттенемін. Бұл істе сіздерге көмектесуге, әр уақытта қолдау көрсетуге әрқашан дайынмын. Тыңдағандарыңызға, құрметтеріңізге зор ризашылығымды білдіремін. Рахмет. Daşınıb. Biz enerji sahəsində Əmək Xüsusi Xidmət Orqanları Konferansının 22-ci iclası edilir. Biz ölkələrimizə xaricdən turistlərin cəlb edilməsi və ölkələrimiz arasında turist axınını təşviq etmək üçün səylərimizi artırmalıyıq. 2019-cu ilin ilk 9 ayında Azərbaycana ümumilikdə 2 milyon 400 bin turist səfər edib ki, Uyumumuzun andık müçöz қатара отырғаны мен өзгөчө. Азербайжанда өтіп жатқан өтө символикалуу. Kızmattaşlığımız, жаңы идеялар жана демегелер менен olarak katıldığı bu zirve gerçekten da görmekten tekrar büyük Bordostoğuzga ötkörülüp verilgen. Türkiye'nin dünyalıq nezdinde ortak bir fon kurulması önerisini